Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы, Алмалы ауданы 58-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Бастауыш сыныпта оқытудың белсенді әдіс-тәсілдері тақырыбындағы әдістемелік нұсқаулығымды ұсынғалы отырмын. Бастауыш сыныпта оқытудың белсенді әдіс-тәсілдері. Бүгінгі білім беру жүйесінде оқыту процесінің тиімділігі оның түрі мен әдіс-тәсілдеріне тікелей байланысты. Әсіресе бастауыш сыныпта балалардың қызығушылығы мен ынтасын арттыру, олардың толыққанды дамуына жағдай жасау үшін белсенді әдіс-тәсілдер маңызды роль атқарады. Белсенді әдіс-тәсілдер оқушыларды оқыту процесіне барынша тартып, олардың шығармашылық сындарлы ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Оқу процесінің қызықты және әсерлі болуына бағытталған бұл әдістер оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттырып, танымдық белсенділігін жоғарылатады. Бұл презентацияда бастауыш сыныпта оқытудың белсенді әдіс-тәсілдері қарастырылады. Оқытудың белсенді әдіс-тәсілдерінің анықтамасы және маңызы көрсетіледі. Заманауи білім берудегі белсенді әдістердің рөлін ашады. Жалпы белсенді әдістерге шолу. Белсенді әдіс-тәсілдер оқушылардың сабаққа белсенді қатысуына, өз пікірін еркін білдіруіне, басқалармен жұмыс істей білуіне, шығармашылық қабілеттерін көрсетуіне мүмкіндік береді. Бұл әдістер мұғалім мен оқушылар арасында тұрақты қарым-қатынас орнатып, оқушының тек тыңдаушы ғана емес, белсенді орындаушы болуына жағдай жасайды. Белсенді әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оқушылар тек теориялық білімдермен ғана шектелмей, практикалық дағдыларын да меңгереді. Белсенді әдіс-тәсілдердің түрлері. Топтық жұмыс оқушылардың бірлесіп тапсырма орындауын көздейтін әдіс. Әрбір топ мүшесі өз идеяларын ортаға салып, міндеттерді бірге шешеді. Бұл әдіс оқушылардың коммуникациялық дағдыларын дамытып, өзара сыйластық пен ынтымақтастыққа негізделген орта қалыптастырады. Топтық жұмыс арқылы әр оқушының шығармашылық қабілеті ашылып, өз ойларын қорғау, пікір білдіру дағдылары қалыптасады. Келесі рөлдік ойындар. Рөлдік ойындар балалардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Бұл әдіс оқушыларды нақты бір рөлде ойнауға, әртүрлі жағдай жасауға, әрекет етуге үйретеді. Рөлдік ойындар балалардың тілдік дағдыларын жетілдіріп, топпен жұмыс істей білуге, қарым-қатынас жасай білуге мүмкіндік береді. Мысалы, дәрігер немесе мұғалім рөлінде ойнау арқылы балалар өздерінің ұғымдарын кеңейтіп, қоғамдағы түрлі мамандықтарды танып біледі. Сыни тұрғыдан ойлау. Сыни тұрғыдан ойлау әдісі оқушылардың өз пікірін қалыптастыруына, ақпаратты талдай білуіне, мәселені дұрыс шешуге бағытталған. Бұл әдіс арқылы оқушылар берілген тақырып бойынша өзіндік пікір айтуға, мәселені жан-жақты талқылауға үйренеді. Әдетте бұл әдіс мәтін талдау, жұмбақтар шешу, ойлан тап секілді тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады. Оқушыларға қарапайым сұрақтардан бастап, күрделірек сұрақтар қойып, оларды өз ойымен жауап беруге ынталандырады. Интерактивті әдістер. Интерактивті әдістер оқушылар мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты арттырады. Мұғалім сұрақтар қоя отырып, оқушылардан жауап алады, тақырыпты оқушымен бірге талқылайды. Бұл әдіс оқушылардың өздерінің ойын білдіруіне, бір-бірімен пікірлесуіне жол ашады. Сабаққа мультимедиалық құралдарды пайдалану, мысалға бейне мазмұн, слайдтар, ойын бағдарламаларын қосу оқушылардың қызығушылығын оятады. Ойын технологиялары. Ойын технологиялары балаларды қызықтырып, сабақты жеңіл әрі көңілді етеді. Ойындар арқылы балалар қиын тақырыптарды оңай меңгереді, үйренгендерін қайта қарап шығады. Мысалы, сөздерді дұрыс жазу,
Қызықты есептер ойындары арқылы математика мен қазақ тілін меңгеру нәтижелі болады. Бұл әдіс оқу процесіне едәуір қызығушылық тудырып, балалардың ақыл ойын дамытуға септігін тигізеді. Жобалық әдіс. Жобалық әдіс оқушыларға ұзақ мерзімді жұмыстарды орындауға мүмкіндік береді. Олар белгілі бір тақырыпқа қатысты зерттеу жасап, тәжірибе арқылы жаңа білім алады. Жоба жұмысы оқушыларға жауапкершілік, дербестік, уақытты дұрыс пайдалану сияқты дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Сонымен қатар, жобаның нәтижесінде оқушылар өз жұмыстарын қорғап, алған білімдерін көрсету мүмкіндігіне ие болады. Қорыта келе, бастауыш сыныпта белсенді әдісті тәсілдерді оқушылардың оқу процесіне деген қызығушылығын арттырып, олардың әртүрлі қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бұл әдістер оқушылардың шығармашылық, сыни ойлау, қарым-қатынас, өзара ынтымақтастық дағдыларын дамытуға үлкен ықпал етеді. Мұғалімдер үшін белсенді әдіс-тәсілдерді қолдану балалардың білімге деген қызығушылығын арттырудың, оларды тыңдаушыдан белсенді қатысушыға айландырудың тиімді жолы болып табылады. Белсенді әдіс-тәсілдерді сабақта қолдана отырып, мұғалімдер оқушыларды болашақта жетістікке жетелейтін маңызды дағдылармен қаруландырады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.